Бұл 1930 жылдың мамырқай күзі еді. Мәшһүр Жүсіп өзінің ескелді қыстау маңында күзекте болатын. Әрі жаз бойы осы жерді жайлау етіп, зират үйін де салдырған еді. Үлкен баласы Шарапиденнің және 7-8 киіз үй тіккен кішігірім ауыл бас қосып отырып жатты. Байларды жаппай конфискациялау саябырси түскенімен әрлі-берлі өткен бейтаныс жолаушылар мазаны алып үрей туғызып та жататын. Белсендіміз деп бәленшенің ауылына ат мініп кетіпті, түней жатып мал сойғызып жепті деген хабар ұшарда тарап жататын. Бірақ Машекеңнің ауылын баса көктеп келген әлі ешкім жоқ. Міне осындай қарбалас кезеңде кешкілік 2 жаяу жолаушы келіп, шеткі бір үйге қонбақ ниетін білдіреді. Екеуі де жас еді. Машекеңнің ауылда екенінен хабардар олар барып сәлем беруге ниеттерінде білдіреді. Мәшһүр бейтаныс жолаушылардың келгендіктері жайлы хабардар еместі. Мана 12 жасар немересі Төлебай келіп, ата, қолдарында қапшығы, жіп шуаны бар 2 жігіт келді деді. Мәшһүр үндемеген, намазға кірісіп кеткен. Үлкен келіні Ақзейнептің анасы Қалима шешейдің үйінен шай сусынға әбден қанған 2 жолаушы рұқсат сұрап, Мәшһүр отырған киіз үй алдына келді де, біраз бөгелісті. Кірсін деді кешкі шай үстінде отырған Мәшһүр. Сәлем беріп жігіттер үйге кірді. Иә, жай жапсарларыңды айтып отырыңдар, Алла қуған әлде адам қуған пендесіңдер ме деп әзілдей көз қырын салып қойды. Ата, біз мынау тау түбіндегі басшылық ауылнамыз. Ен қозған атасынан екенсіңдер ғой. Аты жөндерің кім? Менің атым Мұқтен, әкем аты Қозыке. Ал мына жанымдағы жолдасым Баян қалашығынан. Аң аулап кәсіп етіп жүрміз. Терісін апарып ауданға өткіземіз. Қоян, қарсақ, күзен, суыр терісі де жарай береді. Қасқыр терісі қымбат, бірақ қолға түсе бермейді. Әр жерге қақпағын құрған едік, бос қайтып жүрміз. Осы жақта суыр көп дегенге келіп еді. Замандарың солай болып кетті ғой. Кәсіп, нәсіп, егер ол дұрыс болар болса деп барып, Мәшһүр бөгеліп отырды да, мына менің салдырып қойған зиратымның алдына қарай бір ұя суыр бар. Оның ішінде жалғыз ақ суыр бар. Бәрінің ұя басары болса керек. Ертеңді кеш ұя басынан қозғалмайды. Шіркіннің қылығы да әртүрлі. Бір уақ оған қарап, уақытымды өткіземін. Тек соған тимесеңдер болды. Көршім еді деп кетулеріне рұқсат дегендей ыңғай білдіреді. 2 жігіт іле шығып кетті. Күздің алғашқы белгісі ме, таңертеңгілік күн тұман тартып буалдырып тұрды. Соның салдары ма, таң намазын оқыр алдында үзбей көзіне көрінетін ақ суыр бүгін Мәшһүрге көрінбеді. Бірақ көңілінде бір беймазалық бар. Таңертеңгілік шай алдында баласына күтуші әйтімді шақырттырып алдырды. Күннің буалдырлығы ма, бүгін ақ суыр менің көзіме түсе қоймады. Әлгі 2 жігіттен шошынды ма, барып біліп қайтшы деп, дайын тұрған шын аяғын қолына алды. Әйтім көп бөгелмеді, ақ суырдың қолды болғанында айта келді. Мәшһүрдің өңі кілт өзгеріп кеткендей болды. Бірақ сыр бермеді. Әншейінде ұзақ отырып ішетін таңертеңгілік шайды да тез жиғыза салды. Іле төтелеп жазуға кірісіп кетті. Енді жазбамызды деректендіре түсу үшін әйтімге сөз берелік. Жазған хатын 3 бүктеп маған ұсынып жатып, мына 3 бүк хатты тау түбіндегі Исабекұлы Мәдіге апарып табыс ет. Елеушіше еленген заманда қозған атаның ішінде сөз ұғарлығы сол ғана қалған сияқты. Сәске көтерілі барып қаларсың. Хатты оқып болғанша тосып отыр. Берер жауабы аз болар, іле қайт. Менің тор атымды салтмын. Бірақ жер ішін босатып алда, бар жүрісіне сал, аяма. Дегенде, менің төбеме жай түскендей сұлық отырып қалғанымды өзім де байқамаған еді. Тек тез аттан дегенде ғана барып орнынан тұрып кете бардым. Иә, менің ондай күйге түсуім хатты апаруда емес еді. Ол өмірі үстіне желден басқа кісі шығарып көрмеген тор атты осы суыт жүріске қиып беруінде еді. Бұл атты тек ара-тұра үлкен баласы Шарапиден ғана салт мініп суытып жіберіп отырады. Міне осы тор ат менің тақымыма түскелі тұр. Мәндім де Ескелдіден шығып жер ортасы дерлік Құрт өзенінен кесіп өтіп, тау түбіндегі басшылықке қарай желе жортып келе жатқанымда, мен сондай бақытты сезімде болдым. Көңілім сондай көтеріңкі,
Тіпті мен не үшін бара жатқанымды да ұмытқандаймын. Торат, Мәшекеңнің тораты. Мен басшылықтегі Мәдінің үйіне келіп, есік алдындағы кермеге атымды байлай сала үйге кіргенімде, ол кісі сәске намазы үстінде отыр екен. Көз қырын сәлмаған сүрді де қайра жайнамазға бас қойды. Бірақ іле намазын тоқтатып жартылай ашық қалған киіз үй тесігінен төбемнен асыра торатқа көзін қадады. Дауысы қалтыраңқы шығып: Моллекең ауылынан келіп тұрсың ба, ол кісі аман ба деп маған қадала қарады. Мен қойнымнан алып хатты ұсындым. Хатты оқи отырып қолының дірілдеп кеткені байқалды. Өңі бір қуарып бір түзелгендей. Ол кісі әлден уақыттан кейін: Барша қозған атасының сүйегіне басылған таңба болды мына жайт, деп алғашқы зерлеп отырған қалпын бұзып бір жағына қарай қисая кетті. Ауыр күрсініп алды да: Қайран Мәшекем-ай, қозғанға тілегенім бірлік еді деп отырушы еді. Бұл ан тұрғандардың қайсысына ие болайын? Айтқан сөз атылған оқ деген осы. Өмірлікке жетер. Моллекеңнің жауабы аз болады, іле қайт деген есіме түсіп орнымнан тұрдым да есікке беттедім. Бесін-ау үйге жеттім де болған жайды Мәшекеңе айттым. Болды дегеннен басқа сөз айтпады ол кісі. Тек біраз уақыт өткеннен кейін барып ел аузында суыр жеген қозған деген дақпырттың тез тарап кеткенін естіп, біліп жаттық деп әйтіп күліп қойды. Екінші жігіт мәшһүр: ақ суырға тимеңдер, көршім еді дегеннен ақ қобалжи бастаған еді. Олар таңнан тұрып кешкілік 5-6 ін аузына құра келген тұзақ қақпандарын барып, байқағандарында өліп жатқан ақ суырды көреді. Бізді Құдай ұрған екен десті бір-біріне қарап. Иә, Құдай шын ұрды деді сұп-сұр боп кеткен Мұхтен. Сөйтті де қақпаннан өлі суырды босатып алып, арқалай-марқалай жоғарда алыстағы талас еліне бет алыс суып жүріп кетті. Мұхтен бертінге шейін ұзақ өмір сүрді, ұрпақсыз өтті. Ер баласы болмады. Істеген қылығы жайлы өзі де қатты өкініште болса керек. Мәдақ сақал кейін келіп мәшһүрден кешірім сұрағанда: Құдайдың ісі ғой, не нәрсе болмасын Алла өзі бастайды деп қана қысқа жауап беріпті. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді ғой. Оның үстіне мәшһүрдің лепесі жерде қалған ба?